Негізі сыйлас әпкелерім өте көп. Бүгін кәдімгідей складтан босамадық, жұмыс білесіздер, халыққа қызмет көрсетіп жатқан соң. Ал енді өзімнің сыйлас әпкелерім бар, көптен бері өз Рамазан айы болды. Қанша келем деп келе алмайсың. Бірінші кеше Сара әпкеміз құттықтадық, енді Қарақат әпкем. Өз көп адам ұқсатады, Сараға ұқсайсың, Қарақатқа ұқсайсың деп. Сол әпкелермен уақыт тауып келіп жатырмын. Бриллиантымен мақтан қалайын дедім да, бриллиант пакетінде келе жатырмын. Всегда есть бренді ғой. Al canım Tampi, canım son. Бүгінгі мынау сегізінші наурыз мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Деніңе саулық тілеймін, басыңа амандық тілеймін. Міне тән тартып, мына үнді мемлекетінде сізге осылай гүл шоғын береміз деген шықтырсам ойымда жоқ. Менімен бірге қасымда бірге жүргенімді көптің көңілі арасында айта келіп, мен сізге осылай шағын болса да осылай кереметтей үнді халқының күнін сізге мерекеңізді құттықтап шын жүректен тас етуге рұқсат етіңіз. Sir, sound öyle. Sir. Wait. Құрметті аналарымыз, осы жерде қарындастарымыз. Мен емес әкең еріккен. Ана микрофонды әкел дейді. Байқа. Ал сөйлендім апа. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бүгінгі эфирімізге қош келдіңіздер. Осылай ассалаумағалейкумды бастайық, өйткені мынау бүгін Ақмарал деген баламыз кереметтей бір микрофон алды, осыны сынақтан өткізіп жатырмыз. Қалай қызмет атқарады екен, дыбыстық жүйесі қандай болады екен, адамға зиян бар ма екен, шуғаны бар ма екен деген, тұнық ала ма екен деген сияқты. Қазір мына бәйбішем екеуміз эфирге кіріп отырмыз, сондықтан мұқият қарап отырыңыздар, бізден көп жаңалық болады. Мен де білер жоқ айту, бірдеме тұрған сияқты енді. Сөйлеп жатқан сөзіміз қалай болады? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Кішкене дауысты өзгертеді ғой дейін, сөйту мүмкін екен. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын, Рамазан айымыз құтты болсын. Жыл сайын осындай Рамазан айға аман есен жетуге, аман есен қауышуға Алла нәсіп етсін деп дұға тілейміз. Мақпал өз жұмысымен әбігер. Мақпал өз жұмысымен біз өз жұмысымен. Орайсылай. Ой, Астана қарлы болып тұр енді. Әйелдердің мінезі сияқты түнде кішкене қар жауды таңертең, енді қайтадан кішкене жақсы болып тұр. Ал енді қыздарыма тіпті гүл ғана алдырып үлгердім, сыйлық беріп үлгермей жатырмын, бірге жүреміз ылғи тіпті. Ал енді сіздерді көрейік, не болып жатыр өзіме жақта. О, қалайсыңдар қыздар? Мерекелеріңмен қыздар, қалайсыңдар? О, қалайсыңдар қыздар? Ақерке ханымға. Так приятно. Бота ханымға. Иә. Игіліктерге қолдандар. Сыйлық алып үлгермейміз ғой, 24 сағат біргеміз. Мінекей Аликоштың апайы кеп тұр.